Үлкен құрмет қошеметпен Роза Қуанышқызына музыка салақанымен қаттырақ қол соғып қояйық. Айтайын дегенім, бүгінгі той ерекше той, ананың тойы. Қыздардың дастарханы анасына, қонақтарға жайып атқан. Осындай бақытты күндеріңіз көп болсын, құрметті аналар. Балаларымыздың тек қана осындай жақсылығын көрек, аманшылығын көрек. Балаларымыз біздің еңбегімізді ақтасын, папасы мен мамасы, сіздердің тәрбие ғой. Сондықтан осы қыздардың алдында қартаймай, алжымай дегенде жүзге келіңіздер. Сіздердің жолдарыңызды бәрімізге берсін. Бәріміз бақытты ана болайық, ата ана болайық. Мына біздің үлкен юрист досымыз тұр ғой мына жерде. Рахмет сізге. Өте қуаныштымын, көп болды кездеспегеніме. Енді осыменен қайтайын енді үйге. Үйде немерем тосып жатыр, немерем. Қане, әрине, түсем ғой сурет. Сізге үлкен рахмет. Құрметті Ағайқызға қонақтар, бүгін ортамызға Әдемі ғой. Как бы я ни старалась. Но сейчас невозможно, как сказать, скрыть. Потому что интернеттен бәріңіз қоза саласыздар, көре саласыздар ғой, жасым нешеде екенін. Мәселе онда емес, көңіл қартаймасын. Иә, сіз мені апа деп қартайта бермеңіз енді келесі жолға. Иә, құрметтеріңізге көп рахмет. Тек қана жақсылықта кезсек. Сіз енді бүгін бірінші сөйлеп тұрып дейсіз, әлі той көп қой алдыңызда. Шақырмайсыз ба сол кезде көбірек сөйлейсіз. Рахмет сізге, қалжың ғой. Сюрпризі еді, сондықтан да сізге алғысымыз шексіз. Және тәте деп жатыр, ол да бір сыйластық шығар. Себебіміз кішкентай жаңа туып жатқан кезімізден өзіңізді папалар жас кезінен тыңдайды. Менен 10 жас кіші ғой, сондықтан осы жас қалпыңызды сақтап, осы әкемнің атынан шығарған брендімді тауып қаншама жүре беріңіз. Аман болыңыз. Тойдан шашу дейді ғой. Құтты болсын. Тек қана қуанышта кездесек, құрметті қонақтар. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Апамыз қыздарының қызығын, немерелерінің қызығын, жолдас екеуі жүзге келіп, осылай тойларда жақсылықта ғана өмір сүрсін. Әумин. Балалардың жақсылығын көру дегенің бізге ең бірінші бақыт қой оларға. Балаларымыздың жақсы тәрбиелі болғаны, білімді болғаны,